Урие Эдемова Айдын кечеде. Ана кене сусты. Валентин Джафернын эмжесінің оғлы. Асылында эмжесі рус адамы Михаил Князев. О 5 жашында екенде қыш күнлерінің бірінде Джафернын қарбабасы Асан оны Ақярдан алып келген. Скеледе ағлап жүре екен. Қарт оның не үшін ағлағаныны сорай, бала бурыныны йыртық пальтосының еніне суртып, ушудым, мач олдым дей. Арада олған суал жаваплардан оның анасы яқында өлгені кімсесі жоқлығы белі ола. Я адын, сой адын не деп сорай Асан. Миша Князев. Бойлелікле Асан Миша Князевны өз евіне алып келе. Қапудан ичери кіреркен қарысына: «Эдая ханым, саңа бір оғланды әкетірдім, юындыр, киіндір, құрсағыны тойдыр» дей. «Вай Аллам, бұ баржомны қайдан тапқансың?» дей Эдая шашқан алды. О баржом дегіл Миша, Михаил Князев дей кіші. Миша Князев Джафернын бабасы Алимнен бір ода ішінде яшады, ян-янаша юқлады остылер. Элбет, ана баба оңа Миша дегіл Мамут дейділер. Озу есе Мамут Асанов дей тұрған. Ләкин ресми весі қаларында Михаил Князев языла. 1936-1937 сенелерінің серпіндісіні кем ұнута біле. Барып да адыны Қырым татаржы қойсалар, ағалардан көрежегін бар. Бақып остыргенін қач капық. Рус баласыны мұсылманға чевіргенлер деп қабаатланмақтан кім қорқмас. Ана баба балабан той япып оны евлендірділер. Оңа озы бегенген дүлбер бір қызны алып берділер. Фороста яшай. Машина айдавжысы олып чалыша. Ананың түшінжелеріні оғлының сесі болды. «Біз оларны мұнда қоймамыз», деді Джафер, тішлеріні сырқаны алды. 2-3 күнден соңра оларның жүрегіндегі бұл ағырлық Шубеленов артқа чекілгенки болды. «Язылық тәтіліміз боштан-бошқа кечіп кетмесін, юр соңғылыққа еш олмадым, бір автачық денізде юынып келейік», деді Джафер қардашына. Джавер тұшынып отырмады. «Қайда?» деп сұрады бірден. «Пышатқаға, Меджидайымның евіне. Олар денізге яқын яшайлар. 1-2 ел евелсі оларға барғанда сары хурма тереклеріне насыл шыққаным қатырыңде ме?» Джавайыр күлімсіреді. «Сен шықайдың, ама мен бичаре дайыма тереклер түбінде доланайдым». «Сенің тырнақчалар ішінде Джемиданын ағырлық етейді», деді Джафер күлімсіреп. «Не үшін Джемидан? Семіздері кебі демек істейсін мұ?» Семіздері Джаферлерінен бір сыныфта оқи. Толу мүчелі олғаны үшін оңа тәйлібелер ойле лағап таққан еділі. «Тереклер пек юксек ве төпесіне жетеп тегіз тайғақ. Шунын үшін чықып оламайым. Сен есемені ақаретлейсін». «Афу ет, бірді ауле оңайтсыз сөзлер айтмам», деді Джафер. Қардашының жанының афле ағыртқаны үшін пешман етсе керек, чырайы бірден ұшты, көзлері мағзун бақтылар. Бұл ал Джавайырге де тесір етмей қалмады. Ақылында деми Джафернің соңғылыққа денізге бір афта юынып келейік деген сөзлері тұшты, ағасына суал назарынен бақты. «Не үшін деми соңғылыққа?» дедің. Джафер қардашына көзлеріні аз açık қысып бақты. «Не дедім?» «Соңғылыққа». Джафер қардашына бақып қалды. Башында есе дағынық фикірлер доланмақта еді. Соңғылыққа. Ақиқатен соңки вақытларда оңа қайда барса, соңки кере барған, неге бақса, соңки кере баққан кебі келе. Юрегінің төрінде оны раатсызлаған, жанландырған бір дұйғы бар. Бұ дұйғы юрегіні қырпалай, гуя тез вақыт ішінде қайдаларғадыр ұзақларға, қайтылмас яқларға кетежек. Қайдаларға? Белгісіз. Бір евге, азбарға, терекке, адамға, сойве ақрабаларға, достларға айры жомерақнен баққа.
Өзүнүн омуруну оларсыз тасаввур этип боламай, теляшлана. Соңра бу эле фикирге эсас тапып боламаган киби өзүнү тынчландырмак истей, ама асылында башка түрлүү болуп чыкка. Түшүнчөлөрү эп арта ве чаталаналар. Белки бу түшүнчөлөр соңки күнлерде этрафында болгон хужур аракетлер менен баглыдыр. Бутун evlerinin пенжеренин жамларына хачлап кагыт йолаклары япыштырылды. Акшамлары кимсенин evinde ярык көрүнмөй. Адамлар өз evlerinin пенжерелерини ичериден одеял менен яда оңа бензер шейлеринен өртелер. Акшам улуп жерге караңгык түшкени кеби бир жерден ярыклык нуктачыгы беле көрүнмөй. Кой зиндан караңгык ичинде сусуп кала, булутлана. Бунун себеби ошо эле аңлатыла. Кайдадыр насылдыр межгулиятлер өткөрүлө имиш. Джафер башын көтерди, афзасындагы фикирлерини топламага тырышты. Асылында башка сөзлөр айтты. Йылындан мектепни битирежегим. Татил деген шей кайда? Институт меселеси. Шунун үчүн бу йыл кезинип калайык. Жевайыр онун сөзлөрүнө чок канмады, лекин не дежегини эң эсасы беле бир фикирге келип боламады. Ялныз экимизми? Деди бир аздан алчак сеснен. Джафер ири айдын көзлөрүнө азачык кысты, иликарлык менен күлүмсүреди. Истесен, ону да давет этейин деди. Эгилип жерден таш чыкалды, жол кенарындагы телеграф дирегини көзлөп атты. Таш дирекке тиймеди. Жевайырнын янаклары кызарды. Мен анам ве кардашларымны көздө тутам деди. Кайда барсам, анда дүлбер манзараларны, жакшы шейлерни көрсем, уларнын да барганын көргенин истейдим. Джафер сусты. Акыйкатен, битасы Айше ве карбабасы Абдураман элек болгон соң, ана бабадан махрум калган анасы не көрдү? Денизде юунмак, сыжак кум үстүндө ятмак. Анасы өзүнө бу эле шейлерни эч деле аяк көрмөй. Асылында кырым татар кадынларынын эпоси эле. Олар тек чалышмага билелер. Иш, эв барк, жаш бала бакмак, азачык аманлык тапылса, бостан менен ограшмак. Жевайырлердин бир зиярет жери Аккердagi буюкана ве карбабасынын эви эди. Анда барганда өзлөрүнө мавы көк тереңлигинде учкан, кейфленген куш кеби эсетейдилер. Бу эле вакытларда буюкана карбаба үчүн де дерсин бу дүйнөдө олардан башка бактылуу адам олмаган ве олмажак. Язлык татилни Джафер менен Жевайыр бутун вакытларыны дээрлик Айше Битай ве Абдураман карбабаларынын эвинде кечирейдилер. Картлар эки жан олсалар да, evleri эки катлы, чок одалы эди. Эв денизге якын олганындан, хусусан экинчи катта далгаларынын шубултусу эшитилип тура эди. Шунун үчүн балалар экинчи катта уйкуламага себейдилер. Пенжере ичинде отуруп, шаар сокакларынын кеже электрик ярыгында шавлеленгенini, эфсаневи бир көрүнүштө экенини сейретмек улар үчүн пек зевклуу эди. Карбабалары иштен кеч кайты. Өзү орта бойлуу, кырмызы черели, мавы көзлүү адам дайыма көк костюм кийип жүрө. Ол лаф эткенде азычык күлүмсүрөй, лекин көзлөрү түшүнчөлүү баккалар. Өзү гайыт жиддий, касиветли көрүнө. Ол уролмас шейлерни sevмей. Джафернен Жевайырны көрсе, дүйнөсүн унута, оларга кошулуп балаки бойнай, гур сеснен күлө, лекин бу эле вакытта биле жүрөгүнүн төрүндө насылдыр кошнутсуздук, гам саклы турганын дуйла. Биталары Айше шаматалы жакадын, сыя гур сачлы, көзлөрү кара юзумну андыра. Торунларыны пек себе, кызлар кеби шакылдап күлгенде оңа бир шей кедер этмей. Жүректен, бутун вujudунен ошланып күлө. Узунча бойлуу, эндамлы, табиат ондан бир шей кытмаган. Дерсин дүлберлик темсили оларак яратылган. Жаш экенде күзгүгө диккатнен бакаркен, табиатынын оңа нисбетен жумертлик көстөргенини биле,
Ләкин ичде курурланмай, бурнуну көтермей. Бу адет оңа кожага чыккан вакытта да тесир этмей калмады. Туш көрүнүштен чок диккатка ылайык олмаган Абдураманны бегенди. Сонундан да оз жашайышындан ве бактындан бир вакыт шикаятленмеди. Бутун вакыт муабет омур кечирмектелер. Айше аракетчен ве мусафирчен кадын. Мусафирлер келсе, оларны отуртмага ер тапмай. Дерал софра доната аш суу пиширмеге тутуна. Evlerinde ne kadar adam musafir olsa olsun, akşam kocası işten kelgende ortalık tertemiz ola. Cafer мен Cevahir özlerince ona yardım etmek isteseler, büyük ananın hoşuna keti. Sizin ananız gibi parel çayırlarda bakla, biber, pomidor çapalap, sağır kuyudan su taşıp bonayıp gelmedim. Özüm yaparım evlatlarım. Siz rahatlanınız, deydi. Картбаба иштен келгенде ичери кирмезден эвел эвнин огунде бир сырада турган уч магнолия телеги түбүндө токтай, төпеге Жафер менен Жевайыр дайыма этрафны сейир этмеге селген пенжереге бака. Балаларны көргени кеби күлүмсүрей, элиндеки кагытка сарылы шейни көстери, оевге эр күн бойле колтугу астында иле бир шей кысып келе. Эки торун да ашагы Картбабаны каршылап алмага түшелер. Каве ичижекте балаларга бакып, кашларыны түйүмлей, сизге каве ичмек мүмкүн дегилдей, оларнын огуне бирер портакал я да мандарин кое. Күндөрүнүн биринде о торунларына портакал дегилде, үстүндө шытырдабык кагытка сарылы элва кетирди. Жевайыр башыны терсине какытты. Мен элва севмейм, деди. Картбабасы чырайын ысытты. Оны мен билем, кызым. Ләкин башка чаре олмады. Акшам акыярга портакал кетире аткан кеме казага калды. Портакаллар деңизге төкүлгенлер, деди. Чок кечмеден Картбабанын оозу казага ограды. Эки баланын ве оларнын аналарынын бу шээрде кечирген бактылуу күндөрү бунун менен бүттү. Картбабанын картана зеңгин олганлары үчүн сүргүнлүккө огратылдылар. Оларны кеченин зифт караңгылыгында татлы уйкуларынан уяттылар. 5-6 түфеклі адам оглеріне алып кеттілер. Жевайыр эле агасы, анасы эле берабер, Картбаба ве буюк аналарынын сон кекере башка ерде, башка шарайтте көрүштүлөр. Олар акыярдан чыккан сон треннен чок кеттилер, соңра машинага миндилер, чамурлы, батаклы жоллардан юрдулер, орманлар ичинден кечтилер. Үчүнчү күнү кечеси Картбабаларынын эвине барып чыктылар. Агачтан, тактадан ясалган кичкене бир одачок. Ичи субук ве тытыс. Буюк анасы сөнген соба башында отура. Балалар ону таанымадылар. Дайыма йылтыравук, йымшак папучлар кийген, ипек антерлер ичинде жүрген буюк ананын үстүндө кырлы фуфайка, аякларында кийиз чызмалар, башында йыртык шал, көзлөрү сонук, чырайы ап-ак. У турумларыны ве кызыны кучаклады, окур-окур аглады. Сонундан эски бакыр мешребенен чай ичтилер. Картбабалары пек кеч кайтты. Балаларны көргенинен шашып, аяк үстүндө катып калды. Соңра оларны кучаклады, ичин-ичин аглады. Онун фуфайкасы ве саяланып тикилген дону пичен коку эди. Опек азган, череси балавуз түсте, жаклары туртуп чыккан, көзлөрү, мавы дүлбер көзлөрү торунларына кене ойле күлүмсүрөп бактылар. Сонундан Жафер менен Жевайыр бу эвнин бирден бир эшясы кыйыш демир кровать үстүндө уйкулап калдылар. Саба уйкудан турганда Картбабалары эвде жок эди. Ишке кеткен. Буюк аналары хаста болгону үчүн эвде эди. Эртеси күнү олар жолго чыктылар. Буюк ана балалар менен сагылыклашканда:
Ах, менің черелеріне бақып тойылмас evlatlарым. Сізлерні бір daha не вақыт көрерім дие, көз яшлары төкті. Ярым жылдан соңра аналары оларға бір өзі кетті. Пек яныклы ве кедерлі қайтып келді. Чүнки ана бабасы сүргін олынған ерде жоқ екен. Оларны қайда алып кеткендер? Бұл суалге кімсе ата берабер олған кішілер біле жауап беріп оламадылар. Сонundan Алиме оларның құршымланғаныны ешітті. Бұл вақайдан соңра ана бір кереден денішті, дайыма руху түшкүн алда юрды. Балалар оны кезінтіге яда мұсафірлікке барғаныны дегіл, атта азбар қапу янында комшуларнен лаф етіп отырғаныны біле көрмеділер. Аятта бүтін егленжесі иш олып қалды. Қардашларым аз ачық көтерілсіңдер, мен анамны қайдаларға алып бармақны озып білерім. Мен қара денізде юынмақ дегіл, оны бүтін дүния бойлап сияхатқа алып чықарым, дейді Джафер, терен кокус кечірген алды. Джавайыр бетіне күнеш ұрса керек, бір қозыны аз ачық қысып, ағасына бақты. Я мен, сен чөмезлерінен қалырсың. Анамны хошнут алда көрмек үшін чөмезлерінен дегіл, шайтанларнен қалмаға разым, деді Джавайыр алчақ, түшінжелі сеснен. Джавайыр өз азбарларында ішнен мешғул еді. Бірден алчақтан учуп келе атқан учақның ағыр иңілтісі ешітілді. Қыз оңа құлақ асмады. Бір вақытта азбар қапыдан чапып кірген Джафер Джавайырге «Ерге яд!» деп қышырды. О бір шей аңламай, ағасына баққан арада Джафер чапып келіп, оның башындан ерге басты. Екісі бірден чечеклер үстіне йықылдылар. Учақ орталықны тітретіп кечіп кетті. Джавайыр ағасына киік-киік бақты. Бұл насыл учақ? Душман, қанатындаки қара хачыларны көрмедің ма? Мен оның сесінден дешетленгенімден көзлерімні юмдым. Қанатындаки белгілеріні дегіл өзіні біле көрмедім. Олар ерлерінден біле тұрып етіштірмеділер, кене ағыр бұңылты қопты. Ләкин бұл кересінде опек алчақтан дегіл юксекче ве яваштан учып келді. Ерге япышып ятқан Джавайыр учақ төпелеріне келгенде, башыны аз ачық көтеріп, оның қанатларына бақты, қара қачыларны ачық айдын көрді. Джафер деми доғры айтқан екен деп тұшынды. Шундан соңра учақ бірден көк теренлігінде ғайып олып кетті. Ақшам олып орталықны қараңлық басқан соңра, ақяр беттен асылдыр гурультілер, ағыр-ағыр патлаулар ешітілді. Көкні қылычнен кескен кебі кескін ярықлар көрінді. Еркес тышқа шықты. Көпеклер авлай, адамлар дешетленген алда лаф етелер. Дерсін бүтін дүния сарсынты гурулты içinde қалды. Өксіре қою башына келген комшу Абибула аға, «Алиме балалар евде ме?» деп сұрады. Евделер Абибула аға, ләкин миллионлар ақиярны бомбалайлар. Абибула аға, сіз женкіні көрген адамсыңыз, бізлерге шынды не yapмақ керек? Олар мұнда да келселер. Абибула аға сигар яқты, 2-3 кере içinde devamlı çekті, қараңлық içinden оның ағарған чересі, түшінжелі көзлері ялқылдап көрінді. Соңра олар бірден қараңлық içinde ғайып болдылар, оның кедерлі сесі ешітілді. Таштан ясалған диварлар бізні әр шейден құрчалая білерлер. Таңға сақ селемет шықсақ, ярын бір шелер тұшынып бақармыз. Азизелер көрінмелер. О evden çıkmadı. Bu hareketine neler olacağını tasavvur bile etmey. Ақиярның üstündeki sağır titiz gudurdu yarı gece devam etti. Ertesi күні herkes oz azbarı içinde yertöleler kazım başladı. Eki qorantağa bir yertöle yeter, dedi Abibullah ağa. Onun balaları ve Cafer'nen Cevahir 2 gün kan terge batıp çalıştı.
Uzun tereң чукур каздылар. Умут этмеден Азбар капыдан Ниязи кирди. Аяк машинасыны эрик терегине даяндырды, устунун башынын тозуну какты, куyu башына лаф этип отурган балаларынын янына келди. Устунде бейаз якшы утуленген камзол ве куль реңкле штан. «Кайдан келесиң, Ниязи?» деп сурады Джафер. Ниязи көз кыясындан Жевайырге бакып алды. Янаклары алланды, көзлөрү яшланган кеби болду, кашлары түйүмленди. Узанып, куyu капагы үстүндеки мешребени алды, копкага далдырып таза суу ичти, агызыны элинин аркасынан сүрттү, элиндеки саатыне бакты. Бүтүн бу аракетлерини өзүндөгү эйжанны бастырмак үчүн япканы дуюлмакта эди. «Ярым сааттен жолго чыкажакмыз, достум», деди Джаферге. Джафер еринден сычырап турду. «Эмне үчүн буну эвелден хабар этмедиң?» деди дарган алда. Кора үстүндеки камзолуну алып кийди, анасына кычырды. Куyu башындагы огланлар фена хабар бар кеби сусуп калдылар. Алимей эмне болгон деп evden телаш эле чыкты. Магзун турган Ниязини көргөнүнөн меселени аңлады. Бугазына бир шей тыкылган кеби юткунду, дудаклары титредилер. «Не вакыт кетесиң, балам?» деп сурады Ниязиден. «Сизлерден сагылыклашмага келдим». Да, якында кожасыны озгарган Алименин жүрөгүндөгү ярасы тазерди. «Яш карт эркескети» деп тушунду. Лакин уларнын көрүшмөк кысмет болажакмы, жокму? Алиме Ниязинин омузларынан кучаклады. «Алла жардым этсин, балам. Сак селемет кайтып келиңиз», деди. Чырайы ап-ак кесилген оглан агызыны ачса агламактан корккан кеби сусты, башыны саллады. Кете атканда чеврилип Жевайырге бакты, бир шейлер айтмак истеди. Кыз дудакларыны тышлеп жерге бакып турмакта эди. Джафернен Ниязи аяк машиналарына минип, вызлы айдап кеттилер. Үйледен соңра юллар, азбарлар, кадын, бала чага толду. Олар Тунявын геже немсе учаклары амансызлар же бомбалаган акыярдан көчүп келген эале эди. Таныш билешлери сой-соплары болгонлар эвлерге даркадылар. Башкалары касабанын ичиндеги ачык мейданларда чадырлар курдулар. Араларында жеңил яралылар жок. Кичкене балачыкларынын биле биринин эли баглы дегеринин башы. Кимерisi тупаллай. Бала кайда насыл шарайыты олганына бакмай балалыгыны япа, олар бөле вазиетти олганларына бакмадан чадырлар арасында тазе отлар үстүндө топ ве дегер оюнлар ойнап башладылар. Агыр яралыларынын чокку Вадинин хастаханесине жерлештирилди. Жевайыр бир кач достунен берабер анда медицина хадимлерине жардым этмеге барды. Муаребенин биринчи яралыларыны көрдүлөр. Дүн кеже шаар биринчи кере бомбаланылган вакытта яраланган жаш студент Егит үйлеге якын пек кычырыклады. Экимдин абалесинден эмшире оңа насылдуу укол япты. Егит бир аз аман алган кеби болду. Эмшире онун янында Жевайырны калдырды. Өзү экимден берабер дигер яралыларны бакмага кетти. Яралыны саба амелиятка алдылар. Бүтүн бедени янган, лакин чересине бир шей болмаган. Янып карарып сөнгөн агачны аңдырыжы эллери, аяклары ягдан, илаждан, яралардан сарарган чашав түбүндө. Онун вужуду гуя энди чоктан бу дүйнөдөн сагылыклашкан. Яралы көзлөрүн юмду. Бир аздан Жевайыр уюклап калды беледи. Онун башы ужундагы курсуден явашчыктан турмак истеди. Яралы бирден көзлөрүн ачты. Кызга диккатнен бакты. Онун сылак көрүнген сыя көзлөрү гур узун кашлары түбүндөн йылтырап, аяттан ичде сагылыклашмак истемеген алда үмүтнен бактылар. Мурарган, чатлаган дудаклары кыбырданды, бир шейлер айткан кеби болдулар. Кыз онун башы устуне эгилди, диңленди. «Башым агыра», деди яралы яваштан. Кыз дерал халатынын жебинден пошусуну чыгарып, тумбочканын үстүндө турган стакандагы суунен сылатты, сыкты, Егитнин маңлайына койду, элинен бир аз басып турду. Соңра кене курсуге отурду. Егитнин көзлөрү ачылды, юмулдулар, чаршап кыбырданды, сак эли аз ачык көтөрүлдү.
О ағырса керек, аскер ағыр үнледі. Адың не? Деді о Жавайырге. Қыз неге оғрағаныны білмей, о яққа бұ яққа бақынды. Кішкене палатада юқлап ятқан кене бір әрбиден башқа кімсе жоқ еді. Мен қач жашындасың дедім. Қыз юректен севінді, яраланы түзеліп башлады санды. Адым Жавайыр. Менімке Осман. Педагогика институтының бірінші курсыны бітірдім. Деді оғлан. Ве сөзлерінің соны бірден үзілді. Терен нефес алды. Тынды. Жавайыр оңа диққатнен бақты да нефес алғаныны бекледі. Ләкин оның көкісі бірда көтеріліп енмеді. Деме қызға атешлі баққан көзлері нұрсыз ве жам киба әрекетсіз еділер. Қыз софаға чапып шықты, емшірені көргенінен «Осман өлді!» деп қычырды киік сеснен.